record perfect. 14 fights, 14 victories. 9 of those victories coming by way of knockout. He is making his 3rd world title defense. He is the reigning, defending middleweight champion of the world from Silandi, Kazakhstan. Johnny Bek, Kazakhstan, Alim Hanala. Fucking Johnny Bek! Нұсқамалар өзгерген жоқ. Шыншалықтың қарсаңы. Это значит, что все идет по плану тренерского штаба Жанибека Алимханула. Никакой суеты, никакой шумихи. Ну и поединок, по сути, только начинается. 3-й раунд. Я бұл жекпе-жектің басы ғана енді дене қыза бастады, иә. Бәрі енді басталу керек. Алимханұлы әзірше олдың қарсыласын қашықтық тастауда Гуальтиери не істеді. Для тех, кто ожидает досрочной победы Жанибека Алимханула, возможно, приготовьте, что это будет 12-раундовый поединок, потому как Винченцо Гуальтиери не проигрывал ни разу весь нокаут. Досрочно не проигрывал. Но всегда бывает первый раз, поэтому, возможно, Жанибек отправит нокаут. Тіпті нокдаунда да болмаған, кәсіп отыр. Да, поэтому... Гуальтиери. Тағыны. Қалай, соқтырды жасайды. Отличная комбинация была. Вот как раз таки ошибка Винченцо, что опускает руки, пытаясь защищаться именно корпусом и движением головы, но не всегда успевает это сделать. Енді 2 раундтың ішінде түсінуге болар еді ғой бұны. Міне тағы да жасалған соққы. Әзірше мән бермей жатыр бұл соққыларға Гуальтиери. Но они скажутся в поздних раундах. Техникалық тұрғыдан әрине Жанибек барлығын дұрыс жасауда, қарсыласының сол аяғының сыртына жүріп отырады әрдайым. Өзінің оң аяғының сыртына жібермеуге тырысады. Гуальтиериге бұлай бұрын ешкім қысым көрсетпеген. Beautiful work, Johnny. Beautiful work. Keep setting him up with that pull jab, that pull uppercut. It's beautiful. Напоминаю, что спонсор данной трансляции — букмекерская компания Олимбет. Олимбет — это широкие линии, большие коэффициенты и кэшбэки реальными деньгами. Регистрируйся и погружайся в мир спорта на полную. Твоя первая ставка уже застрахована. Okay, stay behind that jab. Beautiful. Change that trajectory. He respects you too much. Okay? Tell him sometimes straight with the left, sometimes around with the left. Sometimes up, sometimes straight. Mix it up. То есть 3 Okay? He's doing beautiful. установки сразу. Сторон от берега суда. Шарасыдан жасалған шабуыл, қарашы. Попытки отчаяния, чтобы достать своего оппонента хоть каким-то ударом. Тағы да міне құлақ шекеден салып жіберді қазір. Алимханулы джеб. Ну давайте будем честными. После поединка с Фалькао это слишком большой прыжок в оппозиции для Гуальтиери. Возможно, совсем готов к таким противостояниям. Қарсыласын қуып барып ақтан сол оның соққынды арталып. Но не забывайте, что это бокс, поэтому такая арифметика, что тот сильнее этого, я выиграл того, то я должен выиграть в этом поединке. Вот как раз таки Гуальтиери с Фалькао эту математику и опроверг. Күтіп жүр. Алимханулы өзі қарындаш алу. Міне Гуальтиериді күтіп жүр қазір. Кел бері қарай. Көрейік. Да, конечно же, Жанибек вот вторым номером работает очень здорово, на самом деле. Міне өзі тіпті барып рингке тірелді арқасымен, бірақ Гуальтиери бата алмай жүр қалай дегенде. Мүмкіншілік беріп тұрғанда қарамастан бата алмай жүр қарсыласын. Тағы да джеб. Ну, потому что понимает, что это ловушка Жанибека. Он затягивает на себя, чтобы начать свою комбинацию и выбросить левый апперкот, скорее всего. Тағы да джеб.
Керемет қарымта шабуыл міне шығарып алды өзіне. Иә, қазір дәл осы джептер арқылы Гуальтери амалсыздан қарсыласына қарай жүруге мәжбүр болды. Міне бірден қарсы алды. Әлімханұлы, 20 секунд. Да, главное вот не отпускать Гуальтери, потому что в этих перерывах, в этих эпизодах он успевает восстановиться после пропущенных ударов. 10 секунд остается. Керем. Иә, бұл раунд тіпті мінсіз өткізді деуге болатын шығар, иә, Жәнібек. Уақыт өткен сайын кәдімгідей жекпе-жек тізгінін При этом отпустил своего оппонента. Дауынға жақын. Міне, аяқ тұшқа секіріп, қазір бірден қалпына келіп алуға тырысуда. Гуальтери белгілер емес, қаншама соққы өткізіп алса да. 45 секунд до окончания 5-го раунда. Все-таки достал левым апперкотом. Өзде тіпті жауап қайтару. Там шабуылға беріліп кетті. Қануыда. Өке, көну керек, әлі уақыт бар. Бұнда бір нокдаун жасап жүрсе қазір. Раундтың соңына қарай. Құлауға жақын сияқты енді. По корпусу удар. Әлімханұлы. Міне, бірден басын еңкейтіп қорғатыста кетеді. Әлімханұлы қолын созса. Винченцо Гуальтери. Полноценного нокдауна не получилось, но потряс все-таки этим ударом Джанибек. Beautiful work. That's it. Set it up. We gotta let your left hand go off the combinations. Off the jabs. It's there for you. Әбден зерттеп біліп алған ғой, қай жаққа еңкейетін жеттен кейін. Сол соққыға өзі барды ғой, өзі барды басып қосты. Бұрышқа қарай қыстыра бастады. Әлімханұлы. Міне тағды. Жай ғана соққылы салса болды, бірден қорғанысқа кетеді Гуальтери. Закрывает такую коробочку Винченцо. Мінегі шабуыл ұйымдастырып көрмекші ол, бірақ барлығы бұл жерде қорғанысқа келіп дейді. Джеб. Деме, қатарынан бірнеше джеб дәл киіп жатыр. Застоялся здесь у канатов почему-то. Винченцо не может. Оу! Нокдаун? Нет, не нокдаун. Аяғы шалып кетті ау деймін бұл жерде. Түспей қалды камераға, бірақ сөйтші. Да, ну покосился. Потерял немного равновесие. Не, бұл жерде нокдаун болу керек. И... Нет, рефери почему-то остановил Джанибека и решил продолжить дальше. Бірақ ереже бойынша негізі солай. Мне тағда бірнеше Здесь соққы. все-таки да, и да, это все, это даже не нокдаун, это нокаут. Жанбек Әлімханұлы IBF тұжырымдамасы бойынша жаңа чемпион, тарихи жетістік, 2 бірдей чемпиондық белбеу бір спортшының қол астында. Дәл осы сәттен бастап құтты болсын дейміз. Бүгінгі жексенбі сәтті басталды. Жергілікті арена барлығы дән риза. Осыған келе жатты ғой барлығы, иә. Жанибек Әлімханұлы из 4 престижных поясов забрал 2, имеет теперь 2 пояса. Напомню, что Винченцо Гуальтери был чемпионом по версии IBF, Жанибек по версии WBO. Теперь Жанибек в этой линии чемпионов стал обладателем 2 поясов. Напомню, что по версии WBC у нас Джермел Чарло является чемпионом и Рислан Дилара по версии WBA. Олардың да кезегі келеді дейікші. Бұйырса. Здесь главное, чтобы смогли договориться промоутеры, менеджеры, агенты, потому что не все зависит от боксеров, от спортсменов. Сам ты должен прекрасно это понимать. Давайте еще раз взглянем на этот момент.
Осы жерде тіпті нокдаун есеп ашуды емес, жекпе-жекті тоқтатуды жөн көрген екен рефери. Да, мне казалось, что все-таки это будет нокдаун, а считает рефери даст возможность восстановиться, но почему-то... Бұл жерде бұған дейін бір нокдаун болды. Рефери өз қателігін бәлкім түсініп отырған болу керек. Ереже бойынша, міне көрдің бе, бұл жерде ринг құтқарып отыр ғой. Егер рингке тірелмесе, отырмаса, бұлай құлап қалар еді. Міне бұл толықтай нокдаун болып есептеледі ереже бойынша. Бірақ бұған дейін дәл осындай сәт есепке алынбады. Бәлкім соны ескере отыр рефери осымен болды. Жетеді деген шығар. Енді өзім солай түсініп отыр. Үлгермей қалды ол кезде. Алғашқы нокдаун кезінде рефери жекпе-жек барысында араласты. 15 побед. Жанибек Алимханұлы имеет сейчас уже свой